Тәуелділіктен қалай құтыла аламын? Бір күні жас жігіт өз елінің ең атақты данышпанына барып, одан: менің көп жаман әдеттерім бар, оларға тәуелді болып, енді олардан құтыла алмай жүрмін. Маған олардан құтылудың жолын үйретсеңіз деп жалына өтініпті. Данышпан ләм-мим демей орнынан жайлап тұрып, қасында тұрған дәу ағашты бар күшімен құшақтап, мені құтқарыңдар деп айқайлап, айналасындағы жұрттан көмек сұрапты. Жігіт данышпанға қарқылдап күліп: мен сені ақылды, кемеңгер, данышпан кісі деп ақыл сұрауға келсем, сенің өзің ақылға мұқтаж, сорлы жан екенсің. Ақылы бар адам өзі барып, бір ағашты құшақтап, мені құтқарыңдар деп айтама? Деп келеке қылыпты. Данышпан оның сол сөзіне мән бермей: мен де сізге соны айтайын деп едім. Әдеттерімді тастай алмай жатырмын деп сен өзің айттың ғой. Ол әдеттерді қалыптастырғанда, оларға өзіңді тәуелді қылғанда өзіңсің. Солай бола тұра бізден келіп көмек сұрайсың. Менің ағашты құшақтап көмек сұрағаныммен, сенің өз әдеттеріңе тәуелді болып, оларды тастай алмағаның түсіне білсең, екеуі де бір емес пе? Деп жауап беріпті. Оқы, ойлан. Орында 2 кітабынан алынды. Кітапқа тапсырыс беру үшін биодағы сілтемені басыңыз.